Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін үй жағдайында тесік-тесік болып шығатын блинчик дайындайтын боламыз. Ең алдымен жұмыртқамызды қосып, оның үстіне шекерімізді қосып, жақсылап көпіргенше миксермен араластырып аламыз. Оның үстіне сүтімізді қосып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Бір пиала қайнаған суға 1 чайный ложка содамызды салып, жақсылап араластырып, оны тестамызға құятын боламыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Енді жайлап ұнымызды қосамыз. 1 пачка разрыхлителімізді қосып жібереміз. Оның үстіне майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Міне, осылайша тесік-тесік блинчиктер дайын болды. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Осы рецептпен жасап көрсеңіздер өкінбейсіздер. Видео ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.